Айтшы, сен қалай ойлайсың? Болашақ кітапхана қандай болады? Қалай елестетесің? Оқушы бір сәт ойланып қалды. Жауап іздеді. Қиялы тереңге кетті. Меніңше болашақ кітапхана заманауи болады. Барлығы ыңғайлы болады, ақпаратты тез табамыз. Кітап іздеу қиын болмайды, барлығы жүйелі болады, уақыт үнемделеді. Иә, дұрыс айтасың. Бір сәтте олар сол әлемге енгендей болды. Барлығы шынайы көрінді. Бұл енді жай қиял емес еді. Қарашы, қандай ыңғайлы. Барлығы қолжетімді екен. Бұл сенің ойың ба? Иә, мен осылай елестетемін. Адамдар еркін оқиды, еш қиындық болмайды. Әркім өзіне ыңғайлы жер табады. Тыныштық бар. Оқу жеңіл болады. Қажетті ақпарат тез табылады. Уақыт бос кетпейді. Барлығы жылдам. Демек, кітапханашы да өзгереді. Ол тек кітап бермейді, ол бағыт береді. Иә, ол көмектеседі. Мына жерден іздеп көрейік. Қайдан іздеу керегін көрсетеді. Иә, дұрыс. Себебі оқырман да өзгереді. Ол тек оқымайды. Ол зерттейді. Салыстырады. Иә, дұрыс. Пікір қалыптастырады. Өте жақсы. Өз ойын айтады. Тамаша. Бұл нағыз оқу. Бұл нағыз даму. Бұл болашақ. Бірақ бір нәрсені ұмытпау керек. Заман қанша өзгерсе де, кітаптың маңызы жоғалмайды. Барлығы электронды болуы мүмкін, бірақ кітап ерекше. Ол адамды терең ойлауға үйретеді. Кітап оқыған адам озады. Ол дұрыс ойлайды. Ол өмірде алға шығады. Рахмет, тезірек оқиын. Ал кітап оқымаған адам көп мүмкіндікті жіберіп алады. Бағытын табу қиын болады. Кітап үнсіз ұстаз. Ол адамды тәрбиелейді. Ол болашақты қалыптастырады. Рас қой? Демек, кітап әрқашан керек. Қандай формат болса да, ең бастысы оқу. Бір сәтте олар қайта оралды. Қиял аяқталды. Бірақ ой өзгерді. Сенің ойың өте маңызды. Болашақ дәл осылай басталады. Ойдан басталады. Иә, біз оны өзіміз жасаймыз, бүгіннен бастап. Әр оқырман маңызды, әр кітап маңызды, әр таңдау маңызды. Кітапханашы оқырманға бағыт береді. Екеуі бірге өседі. Иә, дұрыс айтасың. Мына жаққа қарай жүрейік. Білім адамды өзгертеді, ойды өзгертеді, өмірді өзгертеді. Сен қандай боласың? Оқырман ба? Әлде бағыт беруші ме? Таңдау сенің қолыңда. Болашақ сенің алдыңда. Бір қадам жеткілікті. Кейде үлкен өзгеріс кішкентай қадамнан басталады. Бір кітаптан басталады. Болашақты күтпе, оны жаса. Бүгіннен баста. Оқы, ойлан, дамы.